құрамы аз ғана заттан тұратын, бірақ шаймен зор кететін арахис қосылған печенье дайындайтын боламыз. Мен осылай бір жұмыртқаға қант және бөлме температурасына тұрған сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Сізде осылай ситодан өткен ұнның үстіне разрыхительді қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Тоңазытқышқа бір жарты сағат уақытқа қойып алатын боласыздар. Сізде осы біздің нанымыздың үстіне ұнтақталған жаңағы арахисімізді қосып, екеуін бірге біріктіретін боламыз. Сізде қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, алақанымызбен домалақтап, одан кейін жаңағы біздің табамызға пергамент қағазын төсеп, барлық осы печеньелерімізді қойып шығатын боламыз. Біздің печеньелеріміздің түрлері осындай қып-қызыл болып пісатындай жұмыртқаның сарысын жаңағы печеньелеріміздің үстіне жағып шығатын боламыз. Қаларыңыз бойынша үстін осындай кунжутпен әсемдеп қойсаңыздар болады. Мен осылай кунжут сепіп қойдым. Кунжут пен арахистің екеуінің дәмі өте үйлесімді, дәмді болып шығады екен. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеміздің түрі өте әдемі болып шықты. Дәмі де керемет болады екен. Сіздерге кеңес беремін, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.